Ay salem Guanjugul toktotпайсыздар. Алдыдағы не нәрсе дейсіздер ғой, а? Мынау мінеки мынау Тарбағатайда бір ағамыздың енді денсаулық үшін, ем үшін біздің мынау өнімді қолдап бұғы шыбығы. Арақтан 3 күн арақ, жақсы арақтан алдық. 58-де 60 градустық арақ. Мынау ежір түнінде біз дайындап бердік, өзің бір қолдық беріп салып берсең бауырым деген екен. Ал ондай болса, мынау тұрған шыбық міне, жүнін көрдіңіздер ме? Мына бұғының шыбығы. Міне. Мынау бір түрлі оқпасың бейбіт тұры екен қойма жарықтық. Міне. Мынау мінеки бұғыз сыңыры. Мыналар бағана сояң. Мынау деген нәрселер. Мынау рыншың. Не көріңіздер мына рыншың, міне. Мынау 3 кіл арақ жалпы. 1 кіл арақ болмаса ліп ташқандай екен. Міне. Өстіп те теңшеп беріп жатырмыз енді. Бірақ мына теңшеп берсек, мына арағы бар. Мына бір әйнек немересі бар, біраз бағасы жоғарлап кетеді, оның кіресі де біраз жоғары тұрады. Қой дейді, кіре жоғары болып кетеді тез жолдамада. Міне көріңіздер қалқым, мынау өте бүйрекке, өте қуаттайтын ерлердің ерсіздік, жігерсіздік дейміз ба? Ерсіздігін жоғарлататын, белсіздікті жоғарлататын, белсіздіктен жоғалып жүретін сонымен қатар мына бала көтерт алмай жатқан бауырлар, аталы ұрықтың әлсіз болуы, жансыз болуы сынды көп түрлі. Енді ар жағына кетпейік, оның жақсыға басында саяғын өзі түсінік дейді ғой. Өте керемет. Бұны енді кейбір кісілер етеді, шесап өнім бере салама дейді. Бұл бәз бірі бәлкім шесап кетуі мүмкін. Ал енді кейбіреуі 5-10 күннен кейін тіптен бүйрегіңіз күшейіп, одан ары қарата керемет болады. Әр нәрсе білесіп көзімнің ағыштыма деуі келмейді қалқым. Бұнда ашық айтайық мына тойың әлемінде. Сондықтан бауырластар, мынау үйлеріңізге қоқ қойып, күнде 2 рөмке, 3 рөмкеден ішсеңіздер болады. Мынау әзір тұнығарақ, енді 3-4 күннен бұл ашу барысында қызыл күреңге өзгереді. Сонымен қадірлағайындар, өздеріңізге мінеки жолдақ қойдық. Мынау бұғыз шыбық арағы. Мынау енді бағасын айта салайық, 2300 сомменен жасалып бірақ бітті бұл енді. Қаридарымыз 2300 сом берген, өсіп жасап бердік. Ем болсын, әрқашан енді ойлаған арманына жетсін. Және де өсіп жасатып алам деген кісілерге жасап береміз. Ал енді шикізатын сәбет десеңіз, бұрынғыдай 1800-бен сап бере береміз. Көріңіздер міне, сондай арағымызды сапалы, әдеттегі арақ емес. Мынау су өткен, далада жүреміз, содан кейін белсіздік болады ғой. Қой бағамыз, тауда жүреміз, суда жүреміз, қыста жүреміз дегендей. Сондықтан енді ұлы сөзді ұяттық жоқ, қадірлағайындар. Алып пайдалансаңыздар болады, үйлеріңізге оқып қойсаңыздар, үлкен өнім бұл енді. Денсаулық үшін. Әр уақыт ішіп тұрсаңыз өзіңізге пайдасы көп. Су өткенге, белсіздікке, төсек жұмыстарына дейміз, әр жақтылы өте пайдасы жақсы ішіп беріп отырсаңыздар, үзбей ішсеңіздер, бұның өнімі жоғары болады. 193 90 46 79 11 193 90 46 79 11 менің үн қатымды қосып алсаңыздар өте жақсы болады.